Достар, періштенің көз жасы деген пирог жеп көрдіңіз бе? Пісіріп көрдіңіз бе ондайды? Ондаша бірге көрейік. 4 жұмыртқа мен 60 грамм қантты миксерге әбден былғаймыз. Үш қасық президент қаймағы мен 120 грамм сары майды әбден араластырамыз. Енді осыны жұмыртқа мен қанттың үстіне қосамыз. Сәл ғана миксерге шайқап аламыз да. «180 грамм ұн мен 8 грамм қопсытқыш қосамыз. Дайын қамырымызды арнайы бисквит пісіретін қалауымызға құямыз да. Алдын ала қыздырылған 180 градус духовкаге 5-7 минутқа саламыз. «200 грамм ірімшігімізге 3 дана жұмыртқаның сарысын, 45 грамм қант, 2 грамм ванилин және де 3-4 қасық қаймақ, 1-2 қасық ұнтақ жарманы салып, арнаулы аспаздық қалақпен әбден араластырамыз. Енді осы шыққан қоспамызды жаңа шала піскен бисквиттің үстінен құя қоямыз. Енді пешіміздің қызуын 160 градусқа дейін түсіріп, пешімізге жаңағы қалауымызды қайтып саламыз 20 минутқа. Енді жұмыртқаның 3 дана ақ уызын бір шымшық тұзбен миксерге әбден шайқаймыз. Көбігіміз ағарды. Енді бір қасықтан 4 қасық қантымызды қосамыз. Енді осы меренганы қалауымыздың ең үстіңгі қабат қылып құямыз. Бетін сәл тегістегеннен кейін ою тәрізді қылып бетін кішкене әрлендіреміз. Манағы 160 градусқа қызып тұрған пешімізге тағы 15 минутқа қоямыз да, содан соң алып шығып, бетін қақпақпен жауып қоямыз. Әбден соғаннан кейін қақпағымызды ашамыз. Міне көрдіңіз бе, қандай керемет тамшылар әп-әдемі болып шықты. Осыны міне періштенің көз жасы деп атайды. Достар, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Саусағы жоғары лайкты басамыз.
Жылы лебіздерің үшін алдын ала сізге көптен көп рахмет. Астарың дәмді болсын.